Сәлем балалар, ана тілі бірінші сынып бірінші сабақ, тақырыбы тіл және сөйлеу. Сөйлеу не үшін қажет? Оқу түрлерін буынды оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдана жазу жолын жолдың жоғарғы және төмен сызықтарын сақтап жазатын боласың. Адам сөйлеу арқылы ойларын, сезімдерін, білімдерін, қажеттіліктерін бір-біріне жеткізеді. Сөйлеу арқылы достық, отбасылық, кәсіби қарым-қатынасты дамытады. Келісіп, пікірталас және бірге жұмыс істейміз. Адам өзінің көзқарасын, сенімдерін білдіреді. Мұғалімдер сөйлеу арқылы оқушыларға білім береді, ал оқушылар сұрақ қойып жауап алады. Сөйлеу арқылы біз қуаныш, реніш, қорқыныш сияқты түрлі эмоцияны жеткізе аламыз. Адамдар бірігіп мәселелер талқылап, ортақ шешімдер қабылдайды. Сөйлеу қарым-қатынас жасауға, білім алуға, әлемді танып білуге көмектеседі. Бірінші жаттығу суретке қара оқы. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісу үшін қажет. Сөйлеу не үшін керек деген сұрақтарға жауап бердік. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Екінші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді, жердегі жан-жаны бар. Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар. Ана тілі білінгеннің маңдайының бағы бар. Несіпбек Айтұлы. Несіпбек Айт 1950 жылы 22 қыркүйекте Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданына қарасты Теректі ауылының Апенді бұлақ деген жерінде дүниеге келген. Өлеңнің негізгі тақырыбы әлемдегі алуан түрлілік және әр тіршілік иесінің өзіне тән ерекшелігі, өзіндік үні болатын табиғаттың заңдылығы. Әр нәрсенің мәні бар деген барлық нәрсе тіпті қарапайым болса да өзінің терең мағынасы мен өз орны бар екенін білдіреді. Жайдан жай пайда болмайды, белгілі бір мақсаты болады. Екінші жолдағы әркімнің өз әні бар. Әрбір адамның өзінде ерекшелігі, даралығы, тағдыры мен өмір жолы бар. Ән адамның ішкі әлемін, дүниетанымын, арман тілегін, өмірлік ұстанымын білдіреді. Әркімнің өмірде өз дауысы, өз орны бар. Өз тілінде сөйлейді, жердегі жан-жануар, жан-жануарлардың өз қарым-қатынасы, яғни тілі бар екенін көрсетеді. Олар адам сияқты сөйлемесе де, бір-бірімен өзара түсінісетін, өздеріне тән дыбыстары, қимылдары мен мінез-құлықтары бар. Бұл табиғаттың әр тіршілік иесінің өзіндік ерекшеліктерімен үйлесім тауып өмір сүретінін аңғартады. Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар деген жолы. Әрбір тіршілік иесінің өзіне тән дауысы арқылы танылады. Бүркіттің шиқылы, барыстың ырылы, қасқырдың ұлығаны басқа жануардан да ерекшеленіп тұрады. Ана тілін білу үлкен бақыт, мол қазына, ал маңдайының бағы бар деген тіркесі тіл білудің адам өміріне берген құндылығын, оның рухани байлығын, өзіндік болмысын сақтап қалудың маңызын білдіреді. Ана тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол ұлттың рухы, тарихы, мәдениеті мен дәстүрінің сақтаушысы. Неке жануарлардың өз дауысы бар екенін байқауға болады. Бас тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің? Жан-жануары сөйлей ала ма деген сұрақтарға жауап берейік. Адамның өзі туып өскен бала кезінде үйренген ана тілінде сөйлеуі. Бұл тілде ойын еркін жеткізе алады, эмоцияларын білдіре алады, мәдениетті сөйлейді. Сонымен қатар тек қана тіл сөздер ғана айту емес, дауыс ырғағы, дене қимылдары арқылы да білдіреді. Адам өз тілінде сөйлегенде тыңдаушыға толықтай және түсінікті сөздермен сөйлеседі. Әр адамның ойлау қабілеті, сөйлеу мәнері, сөз саптау әртүрлі болады. Өз тілінде сөйлеу басқаларға еліктемей, өзінің жеке даусымен, стилімен сөйлейді. Бұл адамның ана тілінде еркін сөйлеумен қатар өзін шынайы түрде білдіру, басқалармен тиімді қарым-қатынас орнатуы және бірегейлігін таныту дегенді білдіреді. Жан-жануарлар адам сияқты сөйлей алмайды, бір-бірімен адамдармен қарым-қатынас жасайды тек қана. Олардың қарым-қатынастары әртүрлі. Көптеген жануарлар дыбыстар арқылы қарым-қатынас жасайды. Мысалы, құстар сайрауларымен, шиқылдауымен қауіп туралы ескертеді, жұптасуға шақырады. Иттер үру, ырылдау, қыңсылау арқылы көңіл күйін, қажеттіліктерін білдіреді. Ал дельфиндер мен киттер күрделі ультрадыбыстық сигналдар арқылы бір-бірімен тілдеседі. Маймылдар әртүрлі дыбыстармен жыртқыштың түрін, тамақтың орнын хабарлайды. Тілдер инфратөмен дыбыстар арқылы алыс қашықтыққа хабарласады. Сондықтан сөйлеу дегенді адам тілі ретінде түсінсек, жануарлар сөйлей алмайды. Бірақ егер сөйлеу дегенді қарым-қатынас жасау деп түсінсек, онда жануарлар өздеріне тән тәсілдермен сөйлесе алады. Үшінші жаттығу көркем жаз. Әлдейінен ананың үйрен ана тіліңді. Бұл шумақ ананың әлдейінен, яғни бала кезден бастап ана тілін үйренудің маңыздылығын айтады. Ана тілі адамның бойына ана сүтімен даритын ең алғашқы әрі ең негізгі тіл. Оны ананың тәрбиесімен, ананың әлдейімен бірге бойға сіңіру керек екендігін меңзеп тұр. Ендеше өлең ана тілін балалық шақтан бастап қадірлеп үйренуге шақырады. Жаттығу сәйкестендір.
Қарқылдайтын не? Қарға қарқылдайды. Қаңқылдайтын не? Қаз қаңқылдайды. Шиқылдайтын не? Бұлбұл шиқылдайды. Ырылдайтын не? Ит ырылдайды. Мінекей әр жануардың, құстардың өз дауысы бар екенін білуге мінекей сұрақтарға жауап бердік. Дәптермен жұмыс ә әрпін әдемі көркем етіп жазу. 3-ші жаттығу жаңымызды айтып өттік. 4-ші жаттығуда сұрақтарға жауап бердік. Балалар, бүгін біз сөйлеу не үшін қажет деген сұрақтарға жауап бердік. Сабақ аяқталды.